Уже накипело реально. UGC креатор ол блогер емес, микроблогер да емес. Сәлем әлем, сіздермен бірге Гули. Қазір мен сіздерге UGC креатор деген кім, және ол не істейді, қалай UGC креатор болуға болатындығы туралы айтатын боламын. Мен өзім қазір бірнеше брендтермен уже жұмыс жасадым. Оларды менің Instagram страницамдан көрсеңіздер болады, қандай видеолар түсіргенімді. Қазақстандықтар қазір UGC креатордың кім екенін, не істейтінін толықтай түсінбеген сияқты. UGC креатор ол қазір Америка, Россияда өте танымал болып жатыр. Ол жақта кеңінен қолданып жатыр бұл адамдарды. Ол пользовательский контентті создавать ететін адам, яғни бренд оларға өздерінің товарын жібереді, және де адамға байланысты. Ол жақта адам оплата сұрайтын болса, креаторға, то есть, креаторға байланысты. Егер креатор оплата қосымша сұрайтын болса, қосымша оплатасын да төлеп береді Америкада. Және де ол креатор Инстаграмына салмайды видеоны, салатын болса да, типа білдіртпей реклама жасайды, в общем. Прям көрсетіп, мынандай алдым, мынандай жер деп отметка жасап, оны олай прям реклама жасамайды. Бірақ ол брендтің ТЗ-сына байланысты ғой, технический заданиясына байланысты. Басқа елдерде брендтер креатордан талап етпейді, олардың видеоларын Instagram, TikTok желілеріне салуын, тек қана өздеріне просто жіберуді ғана талап етеді. Негізі сайт болады, сол жақта креатор өзінің портфолиосын создавать етеді. Яғни мен мынандай видеолар түсірдім, мынандай брендтермен жұмыс жасадым, и оларға осындай видео түсіріп бердім деген сияқты өздерінің портфолиосы болады бөлек сайтта. Ешқандай Instagram, TikTok емес. И сол жақта брендтер өзіне креаторды таңдап алады, онымен келіседі, сотрудничество жасайды, оларға, соответственно, видеосын жасап береді әдемілеп креаторлар. Ал біздің Қазақстанда қалай? Қазір Қазақстанда енді дамып келе жатыр. Біздің Қазақстанның брендтері креатордан подписчик санын, охватын, сторис просмотрын, статистикасын сөйтіп сенен бәрін сұрап кетеді. Бірақ та біз блогер емеспіз ғой. UGC креатор блогер болмағандықтан ондай заттарды предоставить етуге міндетті емес. UGC креатор дегеніміз ол пользовательский контент жасап беретін адам, яғни брендтер креатормен сотрудничество жасайды, оның видеосын өзінің страницасына қолданады. Креатор оны өзінің Инстаграмына, TikTok'ына салуға міндетті емес. Қазіргі көп қазақстандық брендтер бұны түсінбей жатырған сияқты. Біздің Қазақстанда қазір креаторлармен солай келіседі. Менімен де солай келіседі. Инстаграмға салу керексің, яғни Reels форматында, және де сторисіңа салу керексің. Сонда да брендтер келісіп жатқандар бар. 300 подписчик болсын, бірақ қазір, кажется, ставкалар көбейді. Көбісі 2000, 3000, 5000 подписчиктен бастап қабылдаймыз деп айтып жатады. Брендтер сотрудничество жасаймыз деп жатады. Негізі Қазақстанда UGC креатор болу қатты қиын емес. Менде де өзімде бренд бар. Өзіме жақсы адам іздедім, который әдемі видео түсіріп бере алатын. Типа өзі қолданып жатқан сияқты. Мен косметика сатамын ғой, соны күнделікті өмірде қалай қолданып жатқанын, әдемі видеолар түсіріп беруін сұраған болатынмын. Бірақ оны типа өзің страницаңа салсаң сала бер, салмасаң да өзің білесің дегендей қылып ол кісіге жіберген болатынмын. 300 подписчикпен де брендтермен сотрудничество жасауға болады. Сондықтан мен сіздерге қазір қалай сотрудничество жасау керектігін пошагово айтатын боламын. Ең біріншіден сіздердің страницаңыз әдемі болу керек визуалды түрде. Қазақстанда эстетика жағы көбінесе сұраныста екенін өзім байқадым. Егер сізде 300 подписчик болса да, сіздің страницаңызда рилстар болса, және де эстетичный әдемі видеолар көп болса, сіздермен келіседі қуана-қуана. Шапка профилін дұрыстаймыз, яғни төбесінде жазулар тұрады ғой, соны дұрыстаймыз. UGC креатор деген жазуды қосамыз, өзіңіз туралы жақсылап информация береміз. Ең алдымен сіз өзіңіздің бағытыңызды таңдап алу керексіз, яғни сіз лайфстайл блог түсіресіз бе, бьюти блог түсіресіз бе, яғни бьюти контент. Немесе өзіңіздің белгілі бір салаңыз бойынша, например, дәрігер болсаңыз, сондай медицинский блог жүргізесіз бе, өзіңіз сондай таңдап, көбісі лайфстайл блог түсіреді, соны шапканың төбесіне лайфстайл деп жазып қоямыз. Одан кейін әдемі 10-15 шақты Reels пост болу керек страницаңызда. Фото профиляны дұрыстаймыз, описаниені дұрыстаймыз. Осылардың барлығының үлгілері менің телеграм каналымда бар. Қалай жазу керектігі пошагово жазылған.
Одан кейін брендтерге хат жазамыз, өзіңізді таныстырып, сіздермен бірге сотрудничество жасағым келеді деген ұсыныстарыңызды білдіріп жазатын боласыздар. Егер де копировать етіп жібере салатын текст керек десеңіздер, менің телеграм каналымда бірнеше үлгілері болады. Сол жақтан копировать етіп жіберсеңіздер болады. Және де страницаңызда әдемі пресеттермен, шрифттармен әдемілесеңіздер болады видео суреттеріңізді. Мен өзім қазір бірнеше брендтермен сотрудничество жасап болдым. Осы уақытқа дейін UGC арқылы кафе ресторандармен, полуфабрикат сататындармен, подгузники сататын брендтермен, неше түрлі қандай бизнес бар, қандай бренд бар, қандай магазин бар, соның барлығымен сотрудничество жасауға болады. Мен осы 1-2 күндікте өзімнің ақшамды аламын, алғашқы зарплатамды десем де болады. Бұған дейін енді бартермен жұмыс жасап келдім ғой. Кейбір брендтер ақшада қосымша береді. Бұл тегін видео болғандықтан сіздерге тегін информация айтып жатырмын. Өзіңіз қарап, бақылап жүрген брендтердің барлығына өздеріңіз сотрудничество ұсынып жаза берсеңіздер болады негізінде. Бірақ та маған прям ссылка керек, кімге жазсам болады десеңіздер, мен көмектесетін боламын сіздерге. А так бәріне жаза берсеңіздер болады. Ешқандай қиындығы жоқ. Сұрақтарыңыз болса, осы видеоның астына қоя берсеңіздер болады. UGC бойынша барлық сұрақтарыңызға жауап бере аламын. Видео ұнаса, лайк, комментарий жазып кетулеріңізді сұраймын. Сау болыңыздар. Достар, менің телеграм каналымда толығымен углублено информациялар бар, және де қандай брендтермен сөйлесу керек, фотоға қолданатын пресеттер, шрифттар, неше түрлі қазақша әдемі шрифттар, UGC болуға арналған гайд бар, кітапша кішкентай. В общем, көп секреттің барлығы сол жақта жазылған. Телеграм каналыма өткіңіз келсе, астағы батырманы басып маған жазыңыздар.